Менің атам ырғыз жұртшылығы үшін көпке таныс. Көп жылдар бойы өрт сөндіру саласында жұмыс жасап, зейнеткерлікке шыққан соң бақша өнімдерін өсіріп, мал өсірумен айналысқан. Өріс толы отар қойдың шаруасын дөңгелеткен. Атам немерелеріне ниет етіп, бір дорба асық жинап, немерелер бойында қазақылық, тектілік сақталсын деген тілек болыпты. Әулет кенжесінің баласы Санжардың жасы биыл 5 жаста. Мектеп алды даярлық тобының білім алушысы. Атасы мен әжесінің 3-ші немересі болғандықтан Санжарға да ата аманаты бұйырып, әжесінің үйдегі үлкендердің бақыты мен бала қызығушылығына сай асық ойнап жүр. Ал бүгінгі жұмысымыз асықтарға қоржын тігу болды. Ол үшін бізге тігін машинасы, қайшы, қанзадалық матаның ақ қызыл түстері, лента, ою үлгілері, ыстық желім керек болды. Санжарға сұрақ қою арқылы мата атауын, асықтар жинақы тұру үшін, санын жоғалтпау үшін қоржын маңызын түсіндіре отырдым. Алдымен матаға ою сызбасын сызып, бір жақ бетіне қошқар мүйіз, бір жақ бетіне заморфтық үлгідегі құс бейнесін салдым. Балаға ұлттық өнерге деген қызығушылығы туындап, санасына сіңсін деген мақсат болды. Ыстық желіммен дайын болған оюды бастырып, тігін машинасының зигзаг батырмасымен таңдап тігіп шықтық. Бала көңілі әр нәрсеге алаңдаулы, әрі заттарды ұстап көруге шапшаң болатындықтан, ең басты қаперімізде қауіпсіздік ережесін сақтау болды. Жұмыс барысында аналық жұмсақ тілмен түсіндіруге тырысып бақтым. Дайын болған қоржынға асықтарын өзіне санату арқылы салдырдым. Саусақ асықтарын өзі санап қоржынға сала бастады. Тәрбие тал бесіктен демекші, біздің мақсатымыз таныстырылым басында айтылғандай, ата-ана аманатын, ұлағатын сақтау және дәріптеу, және өз ісіміз бен әрекетіміз арқылы тәрбие жолымен жүретін, ұлттық қолөнер қазынасын сақтайтын ұлт ұрпағы қатарынан болса екен ата-аналық тілегіміз ғана.